Бұл не масқара? Соны айтам. Мына жақтың халқы... Шрек, жұртқа кінә артпай қой. Мен сені айтып тұрмын. Балалардың бірінші туған күні осылай есте қалсын дейсің бе? Түсінікті. Демек бәріне мен кінәлі екенмін. Иә, бірақ бұл жайлы туған күн өткен соң үйде сөйлесейікші. Біз жол бойындағы күркеде тұрамыз ғой. Оңға қарасаңдар, билеп тұрған огырды көресіңдер. Қорқпаңдар, ол адамдарға тиіспейді. Мен бұрын огыр болғам, ал енді сайқымазақ қайналдым. Иә, сен енді бұрынғыдай қанқұйлы огыр емес шығарсың. Онда тұрған не бар? Сен бәрібір мені түсінбейсің. Себебі нағыз огыр болған жоқсың ғой, өмір бойы сарайда тұрдың. Пәленбай жыл мұнарада қамаулы отырдым. Маған тек бәрінің тура бұрынғы қалпына түскені керек. Бұрынғыдай бәрі менен қорқса, өзім оңашыда рахаттанып батпаққа ұнасам, ойыма келгенді істесем деп армандайым. Шіркін ол кезде қандай бақытты едім. Бақытты едім ғой. Демек, мен айдаһардан құтқарғаныңа өкініп жүрсің бе? Дәл солай. Шрек, сенің 3 бірдей балаң, сүйікті жарың, адал достарың бар. Бақыт деген осы емес пе? Неге осыны түсіне алмай-ақ қойдың? Неге? Қараңдар, от шашу! Алақай! Бәрінен жалықтым. Мені қайтып барып кешірім сұрайды деп ойламай-ақ қойсын. Ол маған бастық емес. Мен огырмын. Өлсем де ешкімнен кешірім сұрамайым. Көмектесіңдер. Өтінем, көмектесіңдер. Мені естимісіңдер? Өтінем, көмектесіңдер. Құтқарыңдар. Арбаның астында қалдым. Шығалар емеспін. Көмектесіңдер. Өтінем, құтқара көріңдер. Ішім-ай. Тынысым тарылып барады. Көмектесіңдер. Әже, бұл сен бе? Иә, қарағым, мен ғой әжең. Огыр, өтінем. Огыр мырза, мені жемей-ақ қойыңызшы. Мен саған тиіспеймін. Сіз огыр емессіз бе? Әлде олай емес пе? Иә, яғни бұрын огыр болғам. Тезірек шыға айтпесе тастай салам. Демек, мені жемейсіз ғой. Керек едің маған. Таңғасқа сен сияқтыларын талайын асап шыққам. Тоқтай тұрыңызшы, қайда асық бара жатырсыз? Ешқайда. Не деген сәйкестік? Мен де сол жаққа бара жатқам. Қалжың ғой. Жүріңіз, сізді жеткізіп салайын. Өтінем, жүріңіз. Ең болмаса, ризашылығымды білдірейін. Жүріңіз. Еге құйрықтан ауыз дейіңіз. Кіріңіз, сізге дәмдетіп коктейль дайындап жіберейін. Шырыш пен тоник. Шаршағанды басатын, көңіліңді ашатын. Көз тиіне. Бір ұрттайын. Сол кезде кентавр жартылай деп мұны айтқам жоқ дейді. Шынымды айтсам саған қызығам. Огыр болған рахат қой. Ешқандай жауапкершілік арқаламайсың. Білгеніңді істейсің. Біреу үшін басыңды қатырмайсың. Солай емес пе? Мен бе? Күлкімді келтірмеш. Енді олай емес пе? Шіркін, ең болмаса бір күн нағыз огырша өмір сүргім келеді. Бірден айтпайсың ба? Менің сиқыршылық өнерім бар ғой. Рас айтам. Солай де. Мен негізі пантомима мен сиқыршылық тасы ұнатпаймын. Кідіре тұр. Қазір. Бір ай король болу. Бір апта батыр болу. Бір күн огыр болу. Өзің ойлап қараш. Бәрі қайтадан сенен қорқатын болады. Сен ар деп айқайлағанда, жұрттың бәрі маған тиіспе Шрек, ойбай құтқар деп зар илейтін болады. Қайтадан бұрынғыдай рахаттанып лайға шомылып жататын боласың. Бақытты күндерің қайтып оралады. Мұнда бір құйтырқылық бар сияқты. Жоға, о не дегенің? Ешқандай да құйтырқылық жоқ, тек бір шартым бар. Бар болған сол ғана. Әне айттым ғой, сонымен не сұрайсың? Бір күн. Бір күн дейсің бе? О, егеу құйрық пісті. Енді сиқыр жасау үшін сен маған бірдеңе беруің керек. Сол бірдеңе ретінде сенің бір күніңді сұрап тұрмын. Бары сол ғана. Аяғасына отбасымды қалай тастап кетем? Ой, ол жағын уайымдама Шрек. Бұл сиқырлы келісім шарт қой. Сенің жоғың ешкім байқамайды. Есесіне, сол күннен кейін нағыз огырша өмір сүресің. Білмеймін енді... Мейлі ендеше, ол үшін бас қатырмай-ақ қой.
Жай айтқаным ғой. Саған жамбасын салайын ба, әлде төсін бе? Сонымен саған қай күнімді беруім керек? Білмейм, бәрібір. Өткен шақтың бір күнін. Тұмауратқан күнің болды ма? Әлде итіңді жоғалтып едің? Немесе өмірінің күл талқаны шығарған оңбағанмен танысқан күніңді берсең де болады. Жай мысал ретінде айтқаным ғой. Мәселен, есекпен танысқан күнді еш ойланбастан бере салар ем. Оны танымайды екем. Айтпақшы, мүлдем есіңде жоқ күніңді берсең де болады. Сәби кезіңді айтам. Бейгіні періште кезің ғой. Солай емес пе? Қалаған күніңді ала бер. Маған десең бәрін ал. Маған бір күніңде жетеді. Ал ендеше, балалық шағыңнан бір күн алайын. Бір күн өзім үшін өмір сүруме болатын шығар. 24 сағат өте шығады. Мен енді огыр емеспін бе? Әлбетте. Мен бұрын ешкімнен рұқсат сұрамайтынмын. Ендеше неден бастаймыз, а?